Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Арнаулы кітапханасы ақпарат айдында атты мерзімді басылымдарға шолуын жалғастырады. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 134 санында жолдау жүгін нәтижелі іс жеңілдетеді атты мақаласы жарияланды. Өткен аптаның сенбісінде Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен Президенттің әділетті мемлекет, біртұтас ұлт берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыруға арналған жиын өтті. Үкімет басшысы тиісті сала жетекшілеріне жолдауды іске асыру жөніндегі жалпы ұлттық жоспарлардың жобасын әзірлеуді және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жүйелі әрі салалық шаралар кешенін қабылдауды тапсырды. Жолдауда нақтыланған міндеттерді, тапсырмаларды іске асыруға бағытталған жоспарлары туралы министрлер есебі тыңдалды. Селекторлық жиыннан кейін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен жолдаудан туындайтын міндеттер мен тапсырмаларды іске асыруға арналған жиын өтті. Жиынға мемлекеттік мекеме, құқық қорғау орган басшылары, зиялы қауым, саяси партия өкілдері қатысты. Мемлекет басшысы жолдауда саяси реформалардың жаңа бағдарламасын, әлеуметтік экономикалық бағытта атқарылатын іс-шараларды, ішкі сыртқы саясат, қауіпсіздік мәселелерін айқындап, 5 бағытты нақтылап берді. Ақмешіт апталығы газетінің 71 санында Ахметтің әліпби атты мақаласы жарияланған. Биыл қазақ тіл білімі мен әдебиетінің негізін салушы ғалым, реформатор, мемлекет қайраткері, ақын, Алаштың арысы Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толды. Халқының сауатын ашып, көзі ашық көкірегі ояу ету үшін оның білім мен ғылым жолындағы еңбегі орасан зор. Қазақ жұртының тіліне тән етіп жасалған еңбегінің бірі әліпби. Бұл қаншама ғасыр өтсе де маңызын жоғалтпайтын құнды дүние. Бүгінге дейін мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіннің алғаш әріп таныған әліппесінің негізі осы кітап. Толығырақ осы саннан оқи аласыздар. Осы санның 4-ші бетінде Жәдігер Айдары мен Қышқаланың құпиялы құмырасы атты мақаласы жарияланған. Облыстық тарихи өлкетану музейінің археология және этнография ғылыми зерттеу бөлімі қызметкерлері Қышқалы қалашығында кешенді жүргізіліп жатқан қазба жұмыстарына қатысып, қаланың өз заманында шаруашылықтың белгілі бір биігінде болғандығына көз жеткізді. Қойнауына орта ғасыр тарихын сақтап, күрек деген жерден табылып жатқан қасиетті топырақтан аса шеберлікпен жасалған қыш бұйымдардың бөліктері бізді тәнті етпей қоймады. Қышқала тұрағынан табылған глазурлы шағын қыш құмыра көлемі мен пішімі жағынан бізге өз қызметі жайлы ой салды. Құмыраның қолға алып үңіле келе, емші пайдаланған бұйым ба деген ой келесін. Құмыраны қолға алып үңіле келе, емші пайдаланған бұйым ба деген ойға келесің. Оған шөптен дәрілік тұнба жасап сақтаған болуы мүмкін. Сондай-ақ оның көлемінің кішілігіне және сыртының глазурмен әсемделуіне қарай әйелдерге тән бұйым болуы мүмкін деген болжам да жоқ емес. Орта ғасыр әйелдерінің иіс суларын жасап құюға немесе опа-далап салуға арналған құмыршасы болуы ықтимал. Биіктігі 13 см, ернеуі бармақ сиярлықтай сопақша ғана көлемде, тұтқасы мен ернеуі сынған, қабырға қалыңдығы 7-9 мм, жасыл түсті келген құмыра өзге экспонаттардан ерек көрінеді. Құмыраның түп бөлігіне бояу мен глазур жағылмаған, тұғырға кигізіп қойып бояғандай. Сонау орта ғасырда глазурлы жақпаны жасау технологиясын меңгеруде Ұлы Жібек жолының үлесі бар болғанға ұқсайды.